күні ішетін осындай мохито согын істеуді көрсететін боламын. Парақшам пайдалы, жоғалтылмау үшін қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыз. Өріктерімізді 2-3 қайтара жуып, сливамызды жуып, жаңғағын алып тастайтын боламыз. Райханымызды 2-3 қайтара жуымыз. Банкымызды жуып, дайындап қойдым. Крышкамызды 15 минут қайнататын боламыз. Қайнап тұрған суымызды алып, банкілерімізге булап алатын боламыз. Барлық банкіге жартылай қойып, булап аламыз. Бір 15 минут тұру керек. Осылай суын төгіп тастайтын боламыз. Банкілерімізге өріктерімізді салатын боламыз. Біртіндеп өріктерімізді саламыз. Қара өрігімізді саламыз. Қара өрік дейді, слива дейді. Райханымызды да саламыз. Бізде райхан деп айтады, басқа жақта базилик деп айтады екен. Өте пайдалы шөп екен. Емізулі қыздарға да ішуге болады бұл компотты. Сүтті шақырады екен. Давлениесі бар адамдарға давлениесін түсіріп, бір қалыпты қылады екен. Өте пайдалы. Көп жерде базилик дейді екен, бізде райхан дейді екен. Осылай заттарымызды дайындап болған соң қайнап тұрған суымызды құятын боламыз. 30 минут тұру керек. Осылай крышкасын жауып, до конца суды құйып болған соң 30 минут какіште тұру керек. Какіште тұрып болғаннан кейін сүзіп аламыз. Бәңілдегі ыдысымызға. Полный компотымызды сүзіп болған соң 2 литр банкіге 1 пиала шекер, ал 3 литр банкімізге 1,5 шекер саламыз. Менде барлығы 2 литр болды. 2 литрді қойып қайнататын боламыз. Әптен бір бұрқ етіп қайнатып алғаннан кейін банкімізге осылай құятын боламыз. Ыстық күйінше құйып аламыз. Бәріміз құйып, әдеміліп, құйған кезде ароматының иісі әдемі шығады. Денсаулыққа да пайдалы. Жасап көріңіздер. Парақшам пайдалы, жоғалтылмау үшін тіркеліп алыңыздар. Өз ойларыңызды, пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Осылай алып, банкымызды крышкасын жауып, до конца апарамыз. До конца апарып болған кейін 2-3 қайтара до конца апарып, осылай жауып аламыз открывашкамен. Осылай жауып аламыз. Қараңыздар. Енді қайтарып шығып, осылай төңкеріп қоямыз. Бір 2 күн тұрды. Менікі 2 күннен кейін бетін жауып, жылы күйінше бетін жауып қоямыз одеялмен. 2 күннен кейін алып, осылай ішсеңіздер болады. Ас болсын. Парақшам пайдалы, жоғалтылмау үшін тіркеліп алыңыздар.